Саламатсыздар ма, құрметті менің каналыма кіріп көріп қызықтап жүрген тамақтарды достар. Бүгін біз мына шиеден тосап дайындаймыз. Қазір шиенің сезоны сондай. Міне бір жәшік шиеде 8 кило. Енді осыны жуып тазалап, біз ішінде тәшегін ажыратпаймыз. Себебі ішінде еті де бөлініп қалады, сондықтан тәшегімен жей береміз. Сол тәшегін қазір ажыратпай-ақ әдемілеп жуып тазалап, міне әймелері кастрөлге бәрін тазалап саламыз да үстіне қант қосып қоямыз. Міне достар, ана эмалированный ыдысқа әдемілеп шиені жуып қойдық. Енді қазір қантын саламын. 7 кило шие шықты. Соған 5 килодай қант салам, сол жетеді. Сонымен түнімен 1 сутка тұрады. Ертесіне сосын бір қайнатамыз. Онан кейін тағы бір күн күтеміз, бір қайнатамыз. Онан кейін тағы бір күтеміз, бір қайнатамыз. Сонымен шиенің тосабын қысқа жауып қоямыз. Шиемен жұмыс істегенді мен өте жақсы көремін, себебі мен балалық шағымды еске түсіреді. Біз балалық шағымызда шиені талдан теріп, өте күшті тосаптар жасайтынбыз. Қазір мен қантын салып қояйын. Шиенің үстіне қантын салып қойдық. Мына достар, қараңыздар, енді бір күн тұрады дағы. Бұл ертең таңертең Құда қаласа шырынын бөліп, әдемі болып тұрады. Сол кезде бір қайнатып аламыз. Міне кешегі шиеміз. Кешке алып келдік. Қантқа салып қойдық. 7 кило шиеге 7 кило шықты. 7 кило шиеге 5 кило қант салдық. Қараңыз, енді бір күн шырынын беріпті. Енді қантын жай араластыра бастаймыз. Енді осыдан кейін қайнағанға жеткіземіз да 5 минут қайнатып қойып қоямыз. Сосын ертеңді сөйтеміз. 5 минут қайнағанға жеткізіп 5 минут қайнатып қоямыз. Ар күнінде сөйтеміз. Үшінші күні әдемі тосап болады. Сосын жаба береміз. Бұның біз тәшегін алмадық. Бір айтарымыз, себебі біздің отбасы тәшек алғанда оны ұмытпайды. Ішіндегі етті жерлердің бәрі кетіп қалады. Сондықтан бұрыннан біз осындай тәшегін алмай жасаймыз. Көбісі тәшегін алып жасайды. Тәшегін алып жасасаңыз да, тәшегін алмай жасасаңыз да, ешқандай заңдылығы жоқ. Өздеріңіз білесіздер. Енді мен араластырамын да қазір. Бір қайнағанға жеткіземін да өшіріп қоямын. Сосын ертең кездесеміз. Бір айта кетерлігі, асты жабысып қалмас үшін қайнағанға дейін 7 килограмм шиеге 1 литр су құйдық. Сосын кейін қайнағанға дейін былай араластырып тұрыңыз, асты жабысып қалмасын. Қайнағасын 5 минут қайнатасыз да бетін жауып қоясыз, сосын ертең ашасыз. Міне асты қатып қалуы да мүмкін. Сондықтан араластырып жайлап. Әр 10 минутта ма жайлап араластырып тұрыңыз. Асты қатып қалмаса болды. Ашып көреміз. Екінші күні қайнатып адырамыз. Қазір бетіне көбігі шығады. Бір 5 минут қайнатып, көбіктерін алып, тағы бір күнге қалдырамыз. Көбігін алып атармын. Көбігін алмасаңыз болмайды. Көбігін алып тұрып, ар кетсе 10 минут қайнатасыз да, жауып қоясыз. Ертең тағы да дәл осылай жасап, сосын жауып қоямыз қартыласа. Үшінші күні қайнап жатыр. Үшінші күні қайнағанда 1,5 сағат қайнаттым. Сәл қоюлай болсын деп, кейде сұйық болып кетеді. Мына қақпақтардың бәрін қайнатып қойдым. Оны банка стерилизовать етіп жатыр, тазаланып. Енді қазір бірден жауа беремін. Мені бәрін бітірдім, Аллаға шүкір. Мынау 7 литр шиеден 5 кило қанттан 8 литр, 2 литрліктен
4-еу 8 литр. Жақсы, әдемі, қыста жесеңіз де, күзде жесеңіз де жақсы тосап шықты. Дәмін көріңіздер, осылай жасап көріңіздер. Мен осы тосапты жасап барысында балалық шағымды есіме түсірдім, ауылды есіме түсірдім, өстіп жапқанымызды есіме түсірдім. Енді осылай жасай беріңіздер. Менің жасағандарым, тамақтарым, тосап болсын, басқа болсын, видеоларым ұнап жүрсе, лайк қойып, жақсы екен деген сөз ол. Содан кейін каналға жазылып, жаңадан видеолар күтіңіздер, астарыңыз дәмді болсын.